Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы кеш. Жұмыстан келдік біздер. Кейін сіздерге бір кішігірім видео түсіріп жіберейін деп. Бізде мында порода австралог. Видео басталмастан бұрын менің арнама жазылып, лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мұнда бізде адлер мен күрке тауықтар. Мына жерде жайлап сеткіге барып едік, сеткі жоқ. Короче, бізге керек сеткілер жоқ, клиент қымбат сеткілер қалған. Так, сосын бізде айтпақшы мынандай жем тартатын алып келдік. Кеше жем тартып қойғанбыз. Мына зерно месін тартып жатыр. Мына ішінде әлі бар, тарту керек. Мұнда тұр, ана бушкінің ішінде бар тартылып жатқаны. Сосын айтпақшы клетка алдық. Желайып жемдерін басын шығарып жеп жатыр. Мұнда тұр, мұнда бір клетка, екі клетка, үш клеткеге салып қойдық. Әйтпесе бәрі анандай істеп тұр ғой. Бір-біріне сыймай не істеп жатқасын осылай бөліп тастадық. Жем жеп үйренген. Енді сулардың жанына құйып қойып андай қылып. Олар түспей тұр. Енді су ішетінді ішінен жасау керек болып тұр. Мұнда екі балапан жатыр будиненің. Әлі тірі жүр ғой екеуі деген. Әлі өлген жоқ. Бүгін үшінші күн тірі жүрген жеріне. Енді адам болып кетеді деп жүр, лақтып тастағанша деп. Мына ар жағы менің көше жағым. Мынаның ішіне езіп жатыр. Мынаның ішіне жайлап толтырып жатыр. Өткізіп, мына светті түнде қосам. Түнде бұларға жарық болсын деп. Бірақ енді қоспайым, енді тұрады осылай. Бұлай енді суларын беріп көрем, анандай неме стакандармен, ана жанындағы суды іше алмай тұрған сияқты. Соған енді поилка жасау керек болып тұр, су ішетін. Бір жақындатып. Сосын бұларда болады бұйыртса. Осы бізде пока жаңалықтар мына өзің. Мына жерлерді тазаладық, қайтадан лас болып қалды енді. Мына іші тас өру керек, әлі қайда шаруа жетеді. Все, бұйыртса келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.